Явуз мені өлтірмек болған Девран деп, барлық жаланы Девранға жапты. Енді Девран полициядан қашып жүр. Девран жоспар құрған еді. Ол Азизеге келіп, әкеңе барып күніге кешірім сұра, мені кешірсін деп айт дейді. Явуз мені шарасыз бишара деп ойласын. Мен сол уақытта Явуздың барлық жолын кесемін, яғни оның серіктестерін өзіме қаратып аламын дейді. Сондықтан да сен күніге барып, Явуздан кешірім сұрай бер. Девранның жоспары бойынша Азизе ауруханаға күніге келеді. Девран шарасыз, ол қашып жүр. Оны кешіріңіз, шағымыңызды қайтып алыңыз деп күніге келіп сұрайды. Явуз қызына сеніп ешнәрсе жасамай жүрген еді. Бір күні оған бір сыйлық келеді. Явуз, осымен екеуміздің жолымыз екі айырылады. Бұдан былай мен алаздармен жұмыс істейміз, Хусейн деп жазылған екен. Явуз өзі ауруханада жатқан кезде Девранның күш жинап алғанын біледі. Ол Азизеге, сен маған күніге келіп өтірік жалынып жүрген екенсің. Солай күйеуіңе көмектестің ба дейді. Сен бір нәрсені ұмытып кеттің. Сенің күйеуің құтылғанымен бауырың тұтылды дейді. Бауырыңның тағдыры менің қолымда. Полицияға барып шағымдансам, оны осы сәтте-ақ түрмеге қамайды дейді. Азизе бағанадан бері Явуздан кегімді алдым деп өзінше болып тұрған еді. Бауырың менің қолымда дегенді естіген кезде Азизенің түрі өзгеріп кетеді. Саған бір шанс беремін дейді. Мені әке деп атайтын боласың, күйеуіңнен ажырасасың, сонда ғана бауырыңды түрмеге қаматпауға уәде беремін дейді. Азизе жынданып шығып кетеді. Ол күйеуін құтқарғанмен бауырын Явузға ұстап берді. Амина Зылиханың үйіне келіп, оны алып кетпекші болады. Зылиха кеткісі ақ келіп тұр, бірақ Первин мен Мелис оны жібермей тұр. Юсуп келіп қалып, бұл жерде не болып жатыр дейді. Зылиха үйден кетіп қалмақшы, ал Азизе оны жібермеңдер деп айтқан дейді. Юсуп Аминаға, мен бұл қыздың атастырылған жігітімін дейді, яғни бұрынғы жігітімін. Зылиха ешқайда кетпейді, сіз де өз жөніңізге кетіңіз дейді. Зылиха алдын Аминаға жігітім жоқ деген еді. Амина кетіп қалады. Юсуп қыздарға ішке кіріп, есікті құлыптап алыңдар дейді. Айхан көлігімен келіп, Зылиханы алып кетеміз деп отырған екен. Қызды ала алмадым, оны үйіндегілері жібермей отыр. Бір мәселе бар, оның бұрын жігіті болған екен дейді. Айханның көзі шарасынан шығып кете жаздайды. Сен Зылиханы пәк таза деп едің, бұл не қылғаны, неге ертерек айтпайсың дейді. Өзімде енді біліп жатырмын дейді, бірақ ол бұрынғы жігіті екен, сіз уайымдамаңыз, Зылиханың ары таза, ол пәк қыз дейді. Азизе не істерін білмей шарасыз күйде келе жатады. Оның ізінде полиция және Фируза да оны аңдып жүр. Азизенің жанына такси көлігі тоқтап, отырыңыз, мені Девран мырза жіберді дейді. Азизе көлікке отырады. Азизенің ізінен полицияда және Фирузада аңдып келе жатыр. Такси жүргізуші қатты жылдамдықпен айдап кетеді және Азизені түсіріп кетеді. Полиция Азизенің қайта кеткенін білмей қалады. Азизе такси көлігінен түсіп, Месуттың көлігіне отырған екен. Оны полиция байқамай қалады, бірақ Фирузе көріп қойып, Месуттың көлігінің ізінен аңдып келеді. Азизе Девранға келіп, болған жайтты айтып береді. Саған көмектесем деп жүріп, інімді ұмытып кетіппіз дейді. Явуз маған шарт қойып жатыр. Сенен ажырасуым керек екен, және оны әке деп атауым керек екен. Мүмкін сол кезде Джемоға тиіспеймін деп айтты дейді, бірақ мен оған сенбеймін, не істеймін деп ойланып отырады. Девран Азизенің айтқандарын мұқият тыңдайды. Азизеге, Явуз сенің әкең, оны әке деп атайсың дейді. Ол қалағанның барлығын жасайсың деп айтып жатыр. Девран, сен жындандың ба? Мен оған әке деп ешқашан айтпаймын. Айтқандарының барлығын жаса деп Девран өзінің кезекті жоспарын Азизеге түсіндіріп жатыр. Бахар Тайлан деген жігітімен айырылысып кетті, бірақ ол оған қуанып жүрген сияқты. Құрбылары келген. Саған не болды, Бахар? Айырылысқандарыңа өте қуанышты сияқтысың дейді. Тайланның шынайы жүзін көрдім. Мені сүймейтіндерге мен басымды қатырғым келмейді дейді. Тайлан деп жүріп, өзімнің қасымдағыларды байқамаппын деп өзінің Юсупқа ғашық болып қалғанын құрбыларына айтып жатыр. Құрбылары, сен Юсупқа ғашықсың, ал ол жігіттің саған деген сезімі бар ма, сенің сезіміңнен хабары бар ма деп сұрап жатыр. Бахар, ол әлі білмейді, бірақ жақында білетін болады дейді.